Ассаламу алейкум. Мен бүгін сіздерге өте дәмді кешкі ас дайындап көрсететін боламын. Біз подливасын және вермишельді бөлек қуыратын боламыз. Бізге сұйық май 50 мл, тұз, бұрыш араласқан, вермишель 400 грамм. Подлива үшін томатный соус, 1 пияз, 1 картоп, сәбіз кішкене, 2 бас чеснок, азғантай дәм келтіру үшін болгар бұрышын қолданамыз. Майымызды құямыз. Қазанның қызғанын күтпей, майымыздың вермишелімізді салып қуырамыз. Вермишель әдемі болып қызарып пісу үшін араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Тұз араласқан бұрышымызды дәм тұзына қарай саламыз және суымызды вермишельдің бетімен бір тегіс етіп құйып аламыз. Қазанымыз қайнағанша бетін жауып күтеміз. Енді вермишеліміздің бетіне подливамызды бөлек сковородкаға қуырып, оқтырып пісіретін боламыз. Алдымен майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін сәбізімізді, картошка, чесногымызды, болгар бұрышын саламыз. Орташа отта 5 минуттай жақсылап араластырып, күйдіріп алмай қуырып аламыз. Қазанымыз қайнағаннан кейін крышкасын, яғни қақпағын кішкене ашып, піскенше солай қоямыз. Подливамыздың соңғы заттары пиязды, томат соусын, тұз, бұрышымызды салып, тағы да 5 минут қуырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып қуырып алғаннан кейін 50 немесе 100 мл су құйып, толық піскенше бетін жауып қалдырамыз. Піскеннен кейін вермишеліміздің үстіне подливамызды құйып дайындадық. Ас болсын. Каналға жазылып, лайк басайық.